Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда асқабақтың дәні қандай ауруларға ем екені туралы айтатын боламын. Асқабақ дәні қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береді. Өйткені бұл дән дақылы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзелуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдықты емдейді. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат кезегіндегі қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қант диабетіне шалдыққан науқастар көп мөлшерде дәнін жесе, қандағы қант мөлшерін өз қалпына келтіреді. Асқабақ дәні тағы да көп ауруларға ем. Ол туралы келесі видеомда айтатын боламын. Каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.